күдікшіл конспирологиямен ауыратын қазақтар Трамп Украинаға көмекті тоқтатады, демек Трамп Путиншіл деген сөзді айтады. Бірақ бұл сөз өте қисынсыз сөз. Оның Украинаға көмекті тоқтататыны шын. Ол онсыз да сайланбай тұрып та сайлау кезінде сайланғаннан кейін де Украинаға көмекті тоқтатам деп отыр. Бұндағы оның айтып отырған себебі ол өзінің ұлтын, өзінің мемлекетін сүйеді. Оған айдаладағы атасы басқа иті қарағасқаның мәселесінен гөрі өз халқының бай бақуатты өмір сүргені маңыздырақ. Яғни ол өзімшілде ұлтшылдау. Бірақ егер мен Американың президенті болсам, тура мен де солай істер едім. Сен де солай істер едің. Бірақ ол Украинаға көмекті бермегенде салмақтың ауыр басын Америкадан Еуропаға итеріп отыр. Яғни Еуропаның амандығы Америкадан көрі Еуропа саған керек. Ендеше Украинаны қорғау сендердің міндеттерің болу керек дейді. Оған дәлел НАТОның шығындарына жалпы ішкі өнімдерінің 1,5% емес 5%-ын керек десе 6%-ын шығарыңдар дейді. Ал еуропалық елдер салмақтың бәрін Америкаға салып, Американың әскери базасы елін қорғайды, ал олар салықтан, басқадан түскен табыстармен әшейін өздерінің жағдайын жақсартумен ғана келе жатыр. Немесе өндірісін өркендетіп, ғылыми зерттеу жасап, сол салаға ақшасын салады да, ал қорғаныс саласының бәрін Американың мойнына іліп қойып отырды. Трамп бұны құп көрмей отыр. Ал енді Трамптың Қытайға қарсы саясатын көп жұрт, әсіресе мынау Қытай туралы дым білмейтіндер, ой, Қытай Трампты елемейді де, ол әшейін байбалам салады, оныкі популизм, әшейін айғайшу, лаңғада, даңғада тірлік деген сөзді айтады. Ал бұл да таразы баспайды. Неге дейсіз ғой? Трамптың қолында 3-4 көзір бар. Қандай көзір? 3-4 тетік бар. Оның біріншісі кеден салығын, баж салығын арттыру. Қытай Америкаға тауар экспорттап, және басқа үшінші елдер арқылы Америкаға тауар экспорттап жан бағып отырған ел, егер Америка кеден салығын көбейтсе, Қытайда экономикалық дағдарыс асқынады. Бұл бірінші. Трамптың қолында екінші нәрсе тұр. Американың 170 миллион қолданушысын идеологиялық тұрғыдан монополиялап отырған TikTok'ты Трамп қазір аспан қылып қойды. Яғни, Қытай сен менің талабыма көнсең, TikTok'ыңды тірілтем, көнбесең, TikTok'ыңды көрге көмем деп отыр. Енді осы екі талабынан да бөлек маңызды бір, осы екі тетіктен де бөлек бір артық тетік тұр. Ол қандай тетік? Американың ең жоғары тиімділік жасалынатын мемлекеттердің тізімдігі дейтін бір заң актісі бар. Яғни ең жоғары деңгейде қамқорлыққа алынатын мемлекеттердің тізімдігі дейді. Қытай осы тізімдіктің ішінде бар. Бұл қандай? Бұл көп жағдайда, мысалы, Америкаменен стратегиялық қатынас орнататын, және Американың саяси талаптарын, әсіресе адамдық құқық талаптарына келсе отырып, енді бұдан ары диктатура жүргізбейміз, бұдан ары радикалдық, фундаменталистік, және басқа халықтарды, басқа нанымдағылар жаныштайтын саясат жүргізбейміз деп ант су ішкен елдерге Америка саудалық қатынаста тиімділік жасайды. Яғни тауарларына, өндіріс орындарына тиімділік жасайды. Ол елдерге жеңілдетілген кредиттер береді, кедендік салықтан көп тауарын босатады, және кейбір өндіріс орындарын сол елдерде ашуға, яғни тиімділік жасайды. Бұнда елдің басында Қытай тұр. Баяғыда Қытай маузудоңдық, радикалдық, фундаменталистік, коммунистік, социалистік теріс бағытта жүрген кезде аш-жалаңаш қайыршы болып құруға бет алғанда Дэн Сяопин дейтін бала күнде Францияда оқыған, аздап дүние көрген коммунист, коммунизмнің, социализмнің атын жамылып, капитализмнің жолына түсетін бағытты таңдайды. Оны өздерінше қытайлық ерекшелікке социализм деді. Сол Дэн Сяопин Америкаға келіп, Американың барлық саяси талаптарына келіседі. Яғни, Тибетті, Моңғолды, Қытайды, Тибетті, Моңғолды, Ұйғырды, жаңағы Хмоңды, Дүнгенді, Қазақты, Қырғызды, Өзбекті жаныштамайсың деді, мақұл деді. Діни нанымдарына рұқсат бересің деді, мақұл деді. Баспасөз орталықтарын құрасың деді, мақұл деді.
мектеп құрасың деді, мақұл деді. Сөйтіп Америка Қытайды тізеге басып отырып, ендігер осы басқа наным сенімі бар халықтардың ешқайсын жаныштамайсың, қырмайсың, интеллигенциялысын қамамайсың деп қолын қойғызып отырып, сол әлгі Дэн Сяопиннің заманында ол Дэн Сяопинді жаңағы екі жақты сауда жүргізуге, адамды құқықты құрметтеуге, ұқсамаған діни наным сенімдерге рұқсат беруге, толерантты болуға, олардың өз тіл жазулар мәдениетін дамытуына, жаңағы кедергі келтірмеуге, жаныштамауға, қырмауға, геноцид жасамауға көндіреді. Кейін бұл Америкада бара-бара бұл қатынастар дамып, жаңағы ең жоғарғы тиімділік жасалынатын, ең жоғарғы қамқорлыққа алынатын елдердің тізімдігі деген заң актісі қабылданады да, Қытай осыған кіреді. Яғни Қытайды Америка қолдап, қуаттап, өстіп байыса, кедейліктен арылса, жаңағы бүкіл дүниемен экономикалық қарым-қатынасы қоюланса, сөйтіп коммунистік, социалистік, радикалдық, фашистік, фундаменталистік бағытынан біртіндеп жаңағы арылар мекен, кәдімгі өскен өркендеген демократиялық жүйеге қарай ауса мекен деп үміттенді. Енді бұл қазір Американың қолындағы өте маңызды бір тетікке айналып отыр. Өте маңызды тетік. Қандай тетік? Бұл тізімдік әр жылы қаралады. Конгресте бұл тізімдікке дауыс береді. Яғни депутаттар, халық қалаулылары осы тізімдікке Қытайды қосамыз ба, қоспаймыз ба дейтін әңгімеде жылда дау болады. Ал даудың басы неден болады? Қытай ол жерде ашық ойлы зиялыларды қамаса, тұтқындаса, жастарды жаңағы ашық пікірлерін айтқандық үшін, шығарма иелерін ашық көзқарастарын айтқан үшін жаныштаса, онда Қытай бұл тізімдіктен қағылады. Сонымен әр жолы Қытай өздерінің саяси талаптарын жаңағы Америка өзінің саяси талаптарын Қытайға осы әдіс арқылы орындатып келді. Оның дәлелі 89 жылы Пекиндегі демократиялық шеруге шыққан студенттерді жаныштағанда тұтқындалған студенттердің лидерлерін кейін бәлен жылдан кейін Америка сол осыны көлденең тартып отырып, егер сен сол сотталғандарды босатпасаң, онда біз саған ең жоғарғы қамқорлық жасалынатын, ең жоғарғы тиімділік жасалынатын елдердің тізімдігінен сені алып тастаймыз деп, сол арқылы Қытай шарасыздан біраз саяси қайраткерлерді, біраз диссиденттерді, саяси тұтқындарды түрмеден босатуға мәжбүр болды. Міне бұл Американың қолындағы Қытайды радикализмнен жаңағы тіке әсіре радикалдыққа кетіп қалудан сақтандырып отыратын бір маңызды тетігі болатын. Енді қазірде де осыны қолдану мүмкін. Мысалы, Қытайдың небір саяси қайраткерлері, тіпті небір басқа ұқсамаған нанымдағылардың саяси тұтқындарын Америка осы арқылы босатып алды. Оған жуырда дәлел, мысалы, мынау ұйғырдың бір Америкада діни істері бойынша жоғары мансаптысының шешесі 20 жылдан кейін босап келді. Тағы басқа да, мысалы, сіздерге енді аттары белгісіз, бірақ біз білетін қаншама саяси қайраткер тұтқыннан босады. Оның бірі 89 Пекиндегі студенттер қозғалысын ұйымдастырған Ваңдан деген активисте, мысалы, осы заң аясында Қытайдың түрмесінен босады. Мысалы, осы заңның аясында Нобель бейбітшілік сыйлығын алған, бірақ Қытай түрмесінде қастандықпен өлтірілген кісінің әйелі осы заң аясында босап Еуропаға қоныс аударылды. Ол болмаса оның бәрі Қытайда өлетін еді. Бірақ Нобель бейбітшілік сыйлығын алған Қытайлар түрмеде қастандықпен өлтірді, рак клеткасын егіп өлтірді. Енді осының барлығын айтып отырсаң, Трамптың Қытайды қысатын тетіктері көп-ақ. Қытай тауарын жаңағы өздері қабылдап алып, оны осы Латын Америкада өндірілді деп, Канадада өндірілді деп Америкаға тасымалдаудың да жолын кескелі отыр. Панама каналынан Қытайды ығыстырып шықпақ, Гренландтан Қытайды ығыстырып шықпақ. Қысқасы біраз тетіктері бар. Ал Трамптың бұны істеп отырғанда Қытайға қоятын бір үстеме талабының біреуі, сен Ресейге әскери жабдықтардың бөлшектерін тұрмыстық техника деген сылтауменен Ресейге тасымалдамайсың. Ресейді технологиялық IT тағы басқа да мына осы заманғы озық заттарменен қамдамайсың, көлікпен қамдамайсың, дронмен қамдамайсың.
қаржымен қамдамайсың, Ресейдің мұнайын сатып алмайсың. Қысқасы, Ресейдің кәдімгі халықтық тұрмыс тіршілігіне керекті затты да Ресейге экспорттаудан тоқтайсың деген сияқты талаптарды қою мүмкін. Себебі Қытайдың алдында Ресеймен бірге көрге кету немесе Американың талабына көніп, сол Ресейден ара-жігін алыстатып, шекарасын бөліп, өзінің мынау күннен күнге шатқаяқтап, кері кетіп құлдырап бара жатқан экономикасын аман сақтап қалу. Ши Цзиньпин үшін алғанда бірінші маңызды нәрсе оның тағы. Ол қазір Қытайда саяси қайшылық асқынған, халықтың тұрмыстық жағдайы күннен күнге әлсіреген, экономика шатқаяқтаған, өндіріс құлдыраған, сыртқа экспорт азайған, Еуропа, Америка санкцияның үстіне санкция салып жатқан осындай кезде Ши Цзиньпин Қытайда қандай да бір халықтық наразылықтың көбейіп кеткенін қаламайды. Оның дәлелі Қытайда міне соңғы кезде банк қаржы саласының өзі жұмысшылардың айлығын 50%-ға қысқарту туралы шешім қабылдап отыр. Енді осы бір жылдың өзінде міне Қытайда тіпті айлық бере алмай қалуы мүмкін. Ал пенсионный фондты мәжбүрлеп тұрып, мынау Қытайдың жарна нарығына, яғни қор биржасына қарай салып жатыр. Акция нарығына салып жатыр. Бұның барлығы Қытайда үлкен экономикалық дағдарыстың тамырының тереңге тартып бара жатқандығын, бұл бейне жанартау сияқты энергия жиналып шегіне шыққанда атылатындығын білдіреді. Яғни Қытай не Ресеймен бірге көрге кетеді, құйға батады, не Американың Трамптың талабына көніп, өзінің жанын аман сақтап қалады. Мәлім бір тұрғыдан алғанда, бұл да бізге қайырлы болады. Яғни қазақтың екі шетінде екі көршісі бар. Бірақ бұл екі көрші Құдай қосқан көрші, Құдайы көрші болғанымен, Құдай ұрған көрші болып тұрғандығын жасырудың керегі жоқ. Бұл біздің ата жауымыз. Орыс жүрген жер ойран, Қытай жүрген жер қырғын. Мынау Назарбаев, Тоқаевтың кезінде Орыста, Қытайда бұл бюрократиялық, коррупциялық және әбден шіріген осы сасық сәбеттің коммунист жалдарын пайдалан, қазақтың байлығын қалағанша талан-таражға салды. Қазіргі Қазақстан Орысқа да, Қытайға да тәуелді, анығында өзінің егемендігінен айырылып қалған қуыршақ мемлекет. Біздің тәуелсіздігіміз фейк тәуелсіздік. Тоқаев Орыстың да, Қытайдың да қосқабат құлы, кесік құлақты құлы, таңбалы құлы. Ал бізге Орыстың ойран болғаны, Қытайдың қирағаны керек. Шын мәніндегі шын тәуелсіздік сол кезде жүзеге асады. Орыс ойран болса, Қытай қырғынға ұшыраса, Орыс 30-ға бөлінсе, Қытай 40-қа бөлінсе, шын мәніндегі тәуелсіздікті қазақ халқы өзі-ақ орнатады. Ол кезде мына зұлым, қанішер билік тас талқаны шығып, халық олардың бұтын бұт, қолын қол қылып, өздері-ақ түтіп жеп тастайды. Қашатыны қашып үлгіреді, ал қалғанын халық орнына өзі-ақ қояды. Сол күн міне жақындап келе жатыр. Үмітпен жасайық. Ал қазақ халқына айтарым. Ешкім саған жер бетінде жұмақ орнатып бермейді. Сені құтқарайын деп тұрған ешкім жоқ. Жақсылық тек сол жақсылыққа лайық адамға және жақсылыққа лайық қауымға ғана беріледі. Ендеше сен жақсы, азат, еркін, демократиялы өмірді аңсасаң, сол үшін күрес, зұлымдықпен күрес, аққа жақ бол, қараға қарсы бол. Сонда ғана Құдай саған жақсылықты несіп қылады.